Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен блогербек. Достар, біздерде бүгін влог болғанда қазір біздер выпускныйға түсуге бара жатырмық. Мына қасымда достарым бар, ар жақта қазір бір газельге мінеміз, содан Кендірліге барамыз, сосын Жаңаөзенге барып, сол жақта суретке түсеміз, содан ары қарай Кендірліге, сосын тағы да суретке түсіп кететін боламыз. Алдында ауылға түстік, енді біздер қалаға түсуге барамыз, түскен жерлерді барлығын көрсететін болам. В общем-то, газельге мінген кезде енді кеттік. В общем-то, достар, міне біздер мұнайшыға келдік. Мұнайшы болғанда қазір біздер мына жаққа фотоға түсеміз. Енді выпускной 9 класс өте керемет қылып. Сосын Кендірліге барамыз, ар жақта. Мына жақтан бір бала келу керек, қалада тұрады. Қайда кіріп баратсың? Ішіне. Мынау бір батырдың айтсам болады басына киген заты, атын ұмытып қалып тұрмын. Мынау домдар. Ар жақта кинотеатр бар, Жалын кинотеатр. Мынау өте керемет мұнайшы. Мына жақта ағаштар. В общем-то, достар, міне Жаңаөзен деген жерге келдік. Қазір мына жаққа суретке түсейін деп жатыр. Міне Жаңаөзеннің бір керемет жерлерінің бірі деп айтсам да болады. Ал достар, міне біздер Кендірліге келдік. Дала жел болып тұр енді. Бақ, дауысын қараңыздар су. Мына жерде фотографтың камерасы. Мына жақта теңіз. Шынта достар, мына жақта өте керемет кетіп жатыр. Мына жақта фотосессия жасап жатыр. Аяғыма бірдеңе кіріп кетті. Шынта. Теңіз өте керемет болып тұр. В общем-то, қазір мені осындай бір зат. Өте керемет достар. Кішкене салқын болып тұр. В общем-то, біз қазір шетіндеміз.
мына жер ошентип өте қатты қозғалады. Иә. Ошентип достар. Не біздер? Е. Наяқта барлығы шыңғырып жатыр, мынау өйткені қалай айтсам болады тұр, қалай жаздайсың, қалай жаздайды сияқты боласың мына жерде. Наяқтың погодасын қараңыздар. Мына құстар өте керемет, өзінің өлеңдерін айтып. Кешкі сағат 8 болып жатыр, міне өте керемет. Мен мына жаққа келдім, келген кезде ауасы барлығы мен бір лагердегідей өзім сезініп қалдым да. Өте керемет мына жаққа. Енді осы жақта Маңғыстауда, Жаңаөзенде тұратындар білетін шығар, Ақтауда. Погодасы бәрі өте керемет жер. Кәдімгі күшті ғой. Достар, қазір біздер теңізге түстік, фотоға түстік, тамақты жедік, ошымда бәрін болдық, енді жән аяқта қыдырып жүрік. Охуительно выглядит. Солай, өте қызық әрі керемет болды. Әлі ол отыр дейшкі. Өте күшті отыр. Енді бүгінгі влог сіздерге ұнап отыр деген ойдамын. Лайктарыңызды басып отырыңыздар. Бұл Маңғыстаудағы кендірлі Каспий теңізі ғой, да? Каспийский море. Ар жақта Баку бар, жақын. Ар жақта Баку бар, жақындық. Солай ал достар, сіздермен бірге болған мен блогер Айбек. Енді қазір осы влогымызды аяқтаймыз. Мен арнамда влогтар көп шықпай кетті, сіздер сұрап жатсыздар. Енді осындай қызықты влогтарды күтсеңіздер, лайк басып, осы мен арнама бірінші келіп тұрсаң, арнаға жазылып отыр. Ал, давайте.